Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмыртқа мен сүттен ғана тұратын таңғы асқа осындай үлпілдек биік болып шығатын омлеттің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге жұмыртқа, сүт және тұз қажет. Жұмыртқаны ыдысымызға жарып аламыз. Қалаған мөлшерлеріңізде жасасаңыздар болады. Бір жұмыртқаға 50 грамм сүттен есептейміз. Мысалы 4 жұмыртқа болатын болса, оған 200 грамм сүт қосамыз. Менде 6 жұмыртқа болғандықтан 300 грамм сүт қостым. Тұзды қалаған мөлшерлеріңізде қоссаңыздар болады. Барлығын қосып болғаннан кейін араластырамыз. Араластырудың да өзінің орны бар. Осылай жеңіл-желпі араластыру қажет. Егер үлкен жылдамдықпен араластыратын болсаңыздар, омлет көтерілмей қалады. Сол себептен осылай жеңіл-желпі араластырамыз, бірақ жұмыртқа мен сүт бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Дәл осындай сұйық біркелкі масса болу қажет. Кез келген формаға пісіре берсек болады. Ең бастысы пешке арналған форма болу қажет. Дәл осылай сары маймен форманың барлық жеріне тигізіп, қалың етіп жағып шығамыз. Қалың етіп жаққанның есебінен омлет формадан оңай алынатын болады. Дайын болған формамызға жұмыртқалы массамызды құйып, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Дәл осындай үлпілдек биік болып шығады. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.